Жақсы жұмыс қаладан тауыпты алды ол жылдам. Билікке құмар берікті басшылар бірден байқады. Жанына тартып жымайып, байлықтың дәмін тарттырып, қалай тез-тез баюдың жолдарын да үйретті. Билікке берік ақыры 25 жасында қол жеткізді ұмтылып, үй алып үлкен қалада. Үйленді, жетті арманға. Кешкісін келді бақытты, әйелі шығып алдынан. Неге сонша қуандың? Астына алды сұрақтың. Бәйбіше, болды байыдық. Білесің бе былтырғы, мемлекет жолға деп бөлген қаржының жарты бөлігін білдіртпей бастым өзіме. Әкенің туған күнінде келіп қапты бәйбіше. Барып келейік ауылға, алдағы сенбі, жексенбі. Келді күткен сенбісі, шықты жолға ертесі. Астында жаңа тұлпармен жүйткіп келет жол үсті. Жөндеуге қаржы жетпеген шұңқыры жолдың көп еді. Сондай бір шұңқыр шыққанда бұрамын деп тым қатты ауып кетті көлігі. Ауған көлік ішінен шыға алмай кетті өртеніп. Байлығы үйі бәрі қалды, ұрланған ақша тағы бар. Барлығын берік алды деп сыбайластар жаба салды. Мен өз елімнің жарқын болашағына сенемін. Болашақ жастар елімізге адал болайық. Мен адамдардың бір-біріне деген теріс көзқарасынан шаршадым. Еліміздің болашағы жастар қолында. Мейірімді болайық. Біздің еліміз бен жерімізде адамгершілік пен шынайылық болғанын қалаймын. Және де бір-бірімізге бауырмал болайық. Коррупция – угроза для нашего общества. Я за светлое будущее нашей страны. Адал бол. Адал бол. Адал бол. Адал бол.